О, біздің үйдегі ханшайымның отырсын қараңыздар. Накидкасы жерде жатады осылай. Тура ханшайым ғой біздің айқын. Не істеп отырсың? Сабақ жазып отыр мына. Айханым 2-3 күн жөтелем деп сабақтан қалып қойған. Соның қарымын қайтарайық деп, мына қызылмен мен жазып берем, соны Айханым осылай тренировка жасап отырады. Мына суретті Айханым осы түстен кейін мамасына арнап салып берді. Мамасының прическасы негізі сондай емес, бірақ Айханым солай елестетеді. Мына үйге күшті қылып уборка жасап қойғанбыз ғой, жаңа уборканың арты осы. Айсұлтан қатты көмектескен, сол қатты шаршап ұйықтап қапты. Мына қараңыз. Мен ана есіктің алдына шейін жуып болғанға дейін осы жер қайтадан осылай шашып жатады ғой. Сіздерде де солай ма? Ал мен сіздермен осындай сұлулықпен бөліскім келген. Мына жерде 32 предметтік, керамическая, матовая, кәдімгі қазір трендте жүрген, мына осындай природный кәдімгідей күшті цветтен қаймасы бар, қалың, кәдімгі весомый, салмақты прям осындай ыдыс-аяқтарға осыдан ровно 5 ай бұрын заказ берген болатынмын. Өзім танымайтын қыздарды WhatsApp арқылы тауып алып жарнамаларынан. Сол кісілерге негізі бұрын соңды кішкентай балаларға киім, өзіме киім-кешек тапсырып алып, уже сенімді ақтағаннан кейін осындай ыдыстарды тапсырыс беріп бастағам. Міне ыдыстарымның ішіндегі ең бірінші наборым осы тұғын, осыны алдым. 13 000 теңгеге заказ берген қыздар, представляете, біздің Қарағандыда Instagram магазиндерді ашып қарасам, осы ыдыстар 62-65 мың. Ал кружкалар бөлек, әрқайсысы бір чайная пара 2200-ден ба сондайдан сатылады екен. Ал сонда ойлаңыз 75-80-ге баратын еді. Ал маған ол набор міне 13 000 теңгеге түсті. И плюс бұдан да бөлек мен қаншама ыдыс-аяқтар заказ беріп жатырмын, бірақ бұл ыдыс-аяқтардың маған именно осы набордың рөлі ерекше, себебі менің туысқандарымның ішінде осындай тапсырыс жасап жатырмын десем, бірінші сен алып ал, сосын көрейік деген. Енді мынау менің бүкіл кәдімгі айтады ғой, превзошли мои ожидания. Міне күшті салатницасы бар, мындай 2 размерде тарелкалар бар, мына ортаншысы, мына үлкені. Мына чайная парасы бар, сосын мына осындай прямоугольный 2 осындай тарелкасы бар. Күшті жаңағындай посудомоечный машинаға жууға болады. Өздері кәдімгі түсін мен жаңағындай көк, сары емес, именно осы қатты белоснежный да емес, жемчужный цвет. Әдейі соны заказ бердім. Өзім қатты қуанып тұрмын. Осындай жаңағындай салмақты, қымбат ыдысты осындай доступны бағаға ала алғаным үшін. Соған маған алуға септігін тигізген мөлдір деген осы Қарағандыда осы саламен айналысып жүрген қызға шексіз рахметімді айтам. Енді ноябрь-декабрьдің ішінде бұдан да үлкен керемет наборым келеді, Аллах қаласа. Сол осындай жақсылықпен сіздермен бөлісейін деп жатқан бүгінгі менің приобретением осы. Мен эстетпін ғой, кухняға әкеліп, столдың үстін босатып, әдейі сіздерге жаңағындай коробкадан көрсеткен ыңғайсыздау ғой, мынаның барлығын көрсін деп осылай көрсетіп жатырмын. Мен сіздерге біздің дәретханадан күшті пайдалы видео түсіріп жатырмын. Несімен пайдалы дейсіз ғой? Мынандай титан водонагревательдер, или стиральная машина, или посудомоечная машинасы бар хозяйкалар менің бұл видеома құлақ асыңыздар. Неге дейсіздер? Мынау қаладағы үлкен жаңағыдай трасса бар ғой, су келетін. Сол жерде трубопроводтардың тығат басуына байланысты біздің үйімізге келетін жаңағыдай судың уже тазалығына адам күмәнмен қарайтын уақыт келді, иә? Мен сіздерге көрсетейін. Біздің үйде мынандай фильтр бар, мынандай есіктің аржағында. Сол фильтрді ішіндегі картриджін біз айына 2 рет, 3 рет, қажет болса 4 рет міне сондай айырбастаймыз. Мынау өзі фильтр, мынау польский фильтр, ішінде мынандай картридж болады. Ол не істейді? Мынау бүкіл жаңағындай трубопроводпен таттанып, лас болып келген суды мынау сүзгіден өткізеді. 5 микрон деп жазылып тұр мына жерде тығыздығы. Енді қараңыздар. Міне қараңызшы, мынау біздің уже 10 күндей тұрған фильтрдің түрі. Қаншалықты лас, қаншалықты тат, мынау прям ұстасаңыз да бір түрлі ыңғайсыз. Соны ұстады мынау. Ал осы сүзілмей біздің стиралкаға, посудомойкаға немесе титанға барса, сондай техникалар быстро в негодность келеді, ха. Сондықтан да қыздар, ремонт жасап бастайын деп жатырсаңыздар, ойларыңызда болсын, үйге кіретін суды алдын ала осындай грубая очисткадан өткізетін сүзгі қойып алыңыздар. Бұл ешқандай да жарнама емес, просто сіздердің техникаларыңыз ұзақ сіздерге қызмет жасасын десеңіздер, осындай нәрсені алдын ала ойластырып қойған дұрыс. Осы біздің үйдің ремонты 100% өз қолымызбен жасалған ремонт қой, соның алдында біз осындай жаңағындай нәрселерді ойластырып алдын ала жасаған болатынбыз. Міне шок контент. Мынау менің туалетте тұратын гүлім. Міне ваннаға су набирать еткенде таза су болғанда міне түсі осындай таза болып тұрады. Ал бұрында фильтрді қоспаған кезде, енді титанның суынан ағызбасақ, онда кішкене сарғыш тартып тұратын. Балалар шомылған кезде міндетті түрде Greenway'дің шампуньмен бастарын жуамыз. Ал Greenway'дің андай пенкасын, пена для купания ғой, соны осылай
аз ғана тамызамыз, бірақ осындай күшті қалың пена болады. Ал құрметті менің жақсыларым, осы видеоны көріп отырсаңыз, осы видеоға міндетті түрде лайк басып, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген тетікті басып, және де қоңыраушаны басып, келесі видеомды алғашқылардың бірі болып көруге жағдай жасап кетуді ұмытпаңыз. Мен сіздерді әзірше Қарағанды қаласындағы Норма супермаркетінің жанында орналасқан Фундук деген керемет шығыс тәттілерін сататын осындай біздің дүкенге алып келе жатырмын. Бұл жерде тек қана шығыс тәттілері ғана емес, приправаның да түрлері сатылады екен. Және де өзім үшін өте ыңғайлысы, анадан салып беріңізші, мынадан салып беріңізші деп ешкімді сұрамайсыз, әуре қылмайсыз. Өзіңіз қалаған тәттінің, өзіңіз қалаған дүниенің жанына келесіз де, қалағаныңызша салып, таразыға да өзіңіз өлшеп, бағасын көріп, содан кейін ақшасын төлеп әрине алып кетесіз. Мен бұл сауданы не үшін жасап жүрмін? Биылғы жыл біздің отбасымыз үшін өте бір керемет жыл. Себебі біздің тұңғышымыз Айханым биыл мектеп табалдырығын аттап 1-ші сыныптың оқушысы болды, гимназияда оқиды. Ал Айзия балапанымыз 1 жасқа келді. Енді қазақ болған соң 1 жасқа келген баланы жүріп кетсін, шауып кетсін деп, осы кісіге еліктесін деп бір адамға тұсауын кескізеді, ырымдап. Сондай екі тойдың басын қосып, алыс жақын жерде тұратын туыс-туғандарымыздың бос уақыты қай күнге келеді екен деп, алдын ала барлығын егжей-тегжей анықтап, содан кейін осындай той жасаймыз деп дайындалып жатырмыз. Мына дүкеннің енді разнообразиясы көздің жауын алады. Ана жерде бір бочка бар екен, сыртында халал деп жазылған, соны сұрап жатырмыз ғой. Несімен халал деп сөйтсек түсіндіріп жатыр. Бұл жерде желатин, жаңағы бояғыштар қосылатын, соның барлығы халал деп. Сосын енді балаларымызға да ауыз тисін деп, сондай халал өнімдерді әкеліп, оларға да бердік. Енді мына жерде барып өлшеп аласыз ба көп мөлшерде, немесе осындай дайын салып қойған нәрселерді аласыз ба, өз ыңғайыңызға қарай білесіз, көресіз. Маған енді өте керемет ұнады. Мен бұл дүкенге баға бер десе, 10-нан 10 деген баға беруші едім. Өте тамаша екен. Сол енді осы тойды атқаруға, тура осы бел байлап, осы шешім қабылдап, дайындалуға кірісер кезде мен кәдімгі бір тұмау тиіп, 2 аптадай ауырып қалмасын бар ма? Бірақ әйтеуір сыртта жүрсекте, мамама звондап, сіңіліме звондап, өзімнен кейін ішімдегіні тауып ал демей, адамға негізі маған көмектеріңіз керек, уақыттарыңыз болса келе аласыздар ма деп өтініп едім. Мамам мен сіңілім құстай ұшып келіп, осы Асхат екеуміз осылай тойдың қамымен сыртта дайындалып жүргенде балаларымды жайғастырып, ал сіңілімнің қолынан келмейтіні жоқ. Қазір дастарханға қойған дәмді тағамдарды көрсетем. Соның барлығы сол сіңілімнің қолынан шыққан дәмді тағамдар. Мынау тойға болғаннан болатысы қызық деп, дайындық жасап жүрген кезде, ананы да түсірем, мынаны да көрсетем, мынаның жасалу процесін көрсетем деп жүрген кезде, осы бір жағынан кішкене ауырыңқырап, бір жағынан балалармен, басқа да шаруалармен шаруа басты болып жүріп, сондай көп видео түсіре қойған жоқпын. Бірақ көрсеткен видеоларымды сіздерге назарларыңызға ұсынам. Қарап, міндетті түрде еңбегімді бағалап, лайк басып отыруларыңызды сұраймын сіздерден. Ал дәндердің барлығын бір ыдысқа салып қойдым. Мынау пищевая сода, кәдімгі үлкен қасықпен, прям аямай, щедро дейді ғой, солай алам да. Бәріне де салам. Орехтарға да, мейізге де, құрмаға. Сосын менде бірыңғай титан пайдаланамыз. Сол титанның ыстық суын құйып қоям. Бірінші орехтарды жуып алу керек болады. Өйткені орехқа қатты бір нәрсе сіңіп кеткен дұрыс емес. Сосын орехтарды кішкене неге салып алам? Духовкаға. Өздеріңіз солай тазартатын шығарсыздар. Просто на практике менің қалай істегенімді көріңіздер. Бірінші мынау мейіз, өрік, құрмаға су құям. Бұлар кішкене суда ұзақ тұра берсе болады. Ал орехтарды совсем суға ұзақ қоюға болмайды. Сол себепті қазір ауыстырам. Так, мына ыстық суын құям. Настолько ыстық екенін көрініп тұр ғой, бұл титанда қайнап тұрған су. Мынаны сода негізі бүкіл кірді алып шығуға көмектеседі. Қаншама қолдан, қаншама аппараттан өтеді. Қазір мына өріктерді салып қойдым. Мына қасықпен әбден баттастырдым бұларды. Ішіндегі құрт анау-мынау болса ыстық суға шығады. Ал нан сода оның кірін, майын, неше түрлі приместерді құртады. Так, енді мына жаңғақтарға жеттік кезек. Бұларды да кірмас қара болады енді. Негізі магазиннен алған сразу жей салуға болмайды. Қаншама қолдан өтеді ғой бұлар.
Қараңыздаршы, қандай болып кір шығып жатыр уже. Жаңғақтың кірін қараңыздаршы, масқара ғой, масқара мынау. Енді мен қазір алам да, бұл жаңғақтарды суда көп ұстап қажет емес. Дұршылаққа қазір аударам, сосын бірнеше рет салқын сумен шаям да, сосын духовкаға салып кептірем. Қалайсыздар? Бүгін біз Айханым екеуміз день мамы и дочки жасадық, я? Каникулдың бір күнін Айханымға уәде еткем, саған арнайтын болам деп, сол уәдемде тұрдым. Біз бүгін түске дейін анализдер тапсырып, Айханымның денсаулығын реттеуге жұмыстар жасадық. Түстен кейін кинотеатрға бардық, я? Мой домашний крокодил деген кино көріп қайттық. Еще плюс Айханымға естелікке мынандай күшті безупречный макияж деген сериядан блеск для губ сатып алдық, я балам? Ультрамодный макияж екен серия. Енді Аллах қаласа алда мерекелерде, тойларға, туған күндерге барғанда Айханым бізде осылай күшті мерцающий блеск деген блеск для губ пайдаланатын болады. Қазір мен сіздерге көрсетем Айханымда қалай тұратынын. О, ну как? Ну как, шикардос, да, балам? Қазір. Ну, что мерцает, блестит. Естественный цвет такой интересный. О, хорошая. Послушайте. Хорошо, я выбирала. Ой, молодец. Давай. Все. Қалайсыздар? Мен сіздерге күшті жаңалығым бар. Өзіме де сюрприз болып отыр. Әлі де ашқан жоқпын. Сіздермен бірге ашатын боламын. Көп ойланып, көп толғандым. Оған себеп болған өзімнің соткам осы соңғы 2 айда 2 рет бұзылған шығар. На самом деле, мынандай күшті покупка жасаймын деп, өзім жоспарлаған жоқтығымын. Енді алғаннан кейін стоящий нәрсе алу керек қой, iPhone 13 Pro алып жатырмын. Сіздермен бірге қазір распаковка жасайық. Мына сіздердің көздеріңізше ашып жатырмын. Жолдасым барып алып келді. Мен оны біраз описанияларын оқып, ух ты, мына золотистый цвет. Күшті екен. Қазір бірге распаковка жасаймыз. Ал, жақсыны көрмекке деген. Маған комментарийге Гаухар, iPhone 13 Pro құтты болсын деп жазып кеткен кісіге міндетті түрде өзі қалаған соткалары тез арада бұйырсын. Сондай тілек айтып қояйын сіздерге. Негізі осы телефон алайық деп ойланып жүрген уақытта мен айтам Асекеңе, соңғы версиясы не деп. Соңғы версиясы 14 дегенге мен сол 14-ті алайық деп жүрсем, мен характеристикаларын қарап, салыстыру дегенмен айналыспаймын. Ондай нәрсеге мен шынымды айтайын, басымды қатырмаймын, уақытым жоқ. Сосын Асекең жан-жақтан отзывтарды сұрап, біліп, осы iPhone 13 Proға тоқталдық. Зың екен енді. Шын күшті екен. Брендтің аты бренд. Мен ең алғашқы iPhone'ымды 2014 жылы Италияға барайық деп жатқанда, профессиональный фотоаппарат алайықшы деп, осылай технодомға кіргенде, Асекең сонда шығып жатқан iPhone'ды, давай сен iPhone ұста деп iPhone алып берген маған. И фотоаппарат алған жоқтығымыз Италияға, одан кейін Болгарияға барғанда сол iPhone'мен түсіріп келгем. 2014, 2015, 2016 жылы мен iPhone ұстадым да, одан кейін сол что-то құндылықтар өзгеріп кетті ғой өмірдегі мен үшін. Сосын Samsung ұстадым, соңғы 2 жылда Huawei ұстап жүргем. Сосын енді бір жағынан сіздерге өте сапалы видео болсын деп, атына заты лайық қой деп осы iPhone'ды алып жатырмын. iPhone сабаққа дайын болып тұрсын, е, понедельникте. Сен осы. Еріне липсті жағып алып, папасын күтіп тұр, е? Так, iPhone ана сменная киіманы. Ананың ішінде физкультура киім бар, е? iPhone-да мына етігі. Қарасаңыздар қалай новый. Просто сыймай қалды. Сондықтан iPhone-да осенний киім киіп баратыр. Все, мен қыстың киім сатып аламыз енді. Ананы Айзикошқа қойып қоямыз. Е? Телек біткен жоқсың ба? Жоқ. iPhone еще мы с тобой что потеряли? Перчатки новые алғанбыз, соны потеряли. Таба алмай жүрміз. Ондай қызықта болады екен, е, біздің үйде? Держамыз. Давай, сәттілік саған. Жәні, осындай жәні. Ал, біздің көптен күткен күніміз де келіп жетті.
Аллаға шүкір, алыстан жақыннан ат терлетіп ағайын туыстарымыз 90% қалмай осы тойымызға елеп алтын уақыттарын бөліп келді. Аллаға шүкір. Құшағымыз құшақ тілекке батаға әбден тойдық. Ақ көңілімізбен адал дастарханымызды жарқыратып жасадық. Бірақ енді өкініштісі сол, ұшып қонып сол кісілерді қонақ қыламыз деп күтіп жүрген кезде мен видеоға түсіру деген қатты ойымда болмапты. Алғашқы дастарханымыз бар, шай дастарханын тіпті түсіруді ұмытып кетіппіз. Бірақ мәселе онда емес деп ойлаймын. Бұл тойда бата да берілді, тілектер де айтылды, ән де салынды. Жаңағындай бір-бірімізге ыстық ықыласымызбен ілтипатымызды жеткіздік деп ойлаймын. Ең бастысы Айзияның тұсауы кесілді осы жерде. Attan şahıp gitti oy, maksatına gitti oy деп. Өмірде ешқандай өмірі қызықпенен, тоймен, қызықпенен осындай әдемі қыз болып, бәріміздің мақтанышымыз бола берсін. Бірыңғай өрге жүрсін балам, баламыз. Әмін, Алла. Тойға келгенше қонақ, келгесін үй иесі ұялады демекші. Балапандарымыз осы туысқандарымыздың арқасында сый-сияпаттың астында қалды. Сосын бізде қысылып туыстарға не берсек екен деп сыйлықтарын үлестіріп, оның сыртында тойбастар жасаймыз ба, әлде осындай қоржын шоу жасаймыз ба деп ойластыра келіп қоржын шоу жасап, соның ішіне Greenway компаниясының хит деген заттарын салып, және де тұрмыста, әсіресе ас бөлмесінде қолданатын ұсақ-түйек нәрселерді салып, осылай той болғаннан кейін адамдар осылай шашуға, қоржын шоу ашылған кезде осы үстіп таласып, тармасып, бірдеңені алып, бір-біріне сыйлап жатқанның өзі бір ғанибет қой, шындағанда. Тойдың болғанынан болатысы қызық деп, осылай көзді ашып жұмғанша той өтті де кетті, бірақ естеліктер болсын деп, осы видеоға қалдырып жатырмын да. Біз демалыстарда Айханым екеуміз қайда барамыз, балам? Балет. Балетке барамыз, иә? Ауа райы күшті болып тұр екен. Жүгіріп ойнай ғой, балам, уақытымыз бар әлі. Жан жақтың барлығы күшті болып, қалың қар түсіпті. Дала жылы. Әдейі осындай Бродвеймен келеміз, үйлердің ортасымен жүрмей. Айханым бізде қашаннан
ең атақты қазақ балеринасы болам деп армандайды. Сол арманнан адасып қалмасын деп біз де оны осы балетке баулимыз. Біз былтыр 2 айдай қатыстық осы Прима деген балет мектебіне. Одан кейін карантиннің кезінде бір ашылды, бір жабылды, содан кейін қызық емес деп тоқтата салғанбыз. Ал Айханымға айтып жүргенім, келесі жылы мектепке барасың, мектептен кейін демалыстарда апаратын болам балетке деп. Сол сөзінде тұрып, енді жүр кеттік, тойды тойлап болдық, енді балетке барайық десем, бұл кісі айтады маған классымдағы қыздар айтты, балериналар қазір ақша таппайды деп дейді. Мен айтамын, сен не бізді мойныңа салып асырайын деп жүрсің ба? Жүр, арманыңнан адасып қалма, мен сені апарайын, 2-3 рет көр сабақтарға барып, одан кейін шешім қабылдай жатарсың деп алып келді. Араларыңызда құрма жақсы көретін адамдар бар ма? Кеше Южныдан мыналар өте бір аппетитті болып көрінгенге құрма алсам, өзі іші осындай бір түрлі 1 грамм сүйегі жоқ, еще тұтады екен, керемет. Сосын көбіне естіп жүретінмін, ондай тұтатын құрманы морозилкаға салып қойса, сосын келесі күні ол тұтпайды деп. Соны алып жеп көріп жатырмын, дәмін. Жоқ, тұтпайды екен. Бағана балетке Айханымды алып кететін кезде морозилкадан шығарып қойғам, енді уже жылып тұр екен, көрдім, тұтпайды екен однозначно. Ондай лайфхакқа енді плюс қоямыз. Мына жерде мен адамзаттың барлығының ағзасына өте пайдасы зор тағам дайындап жатырмын. Бұл квашеная капуста. Ол үшін мынандай кәдімгі белокочанная капустаны осындай 2 үлкен басын алдым. Бір ғана сәбіз алам, және де бір капустаға мен 1 ас қасық тұз қосам. Сондай өлшеммен ғана салатын болам, артық салмаймын. Және де бір капустаға 7-8 бұрыш қосу керек. Және де бұл жерде ең басты рөл жаңағы 2 сутка, кімде қалай енді температураға байланысты болар, үйдің бұл жылы жерде тұру керек. Ыстық емес, жылы жерде тұру керек. Себебі бұл тағамның ең керемет жері сол. Бұл тағам ферменттелу әдісімен дайындалады. Сол ферменттелген кезде бұл жерде сүт қышқылдары бөлінеді. Сонымен осы капустаның, былай қарап атсаңыз, құрамы аз ғой, мына жерде капуста, сәбіз және де тұз, солар жаңағында ферменттелудің арқасында құрамы өте байиды. Қаншама микроэлементтер, қаншама пайдалы бактериялар пайда болады осы. Негізі адам ағзасына өте пайдасы зор. Қандай диетолог болсын, қандай эксперт болсын, айтатын әңгіме осы ең пайдалы ПП тамақтардың көшбасшысы бұл квашеная капуста. Және де бұның ішінде С витамині өте көп, иммунитетті керемет күшейтеді, клетчаткаға бай. Одан кейін кәдімгі ас қорыту жүйесіне тигізетін пайдасы өте зор. Енді әр нәрсені өз өлшеммен ғана жеу керек қой. Бір адамға бір тәулікте 150-200 грамм осы салаттан жеп отыратын болса, бір жерде закуска деп атады, бір жерде салат дейді. Меніңше оның айырмашылығы жоқ. Ал әкелетін пайдасы енді керемет. Ер адамның ағзасы үшін де, әйел адамның ағзасы үшін де. Бұның жаңа ферменттелгеннің әсерінен жаңағы байиды деп жатырмын ғой құрамы. Сол кезде кальций да, магний да болады. Оның барлығы біздің организмімізге керекті микроэлементтер. Аңғарып отырғандарыңызда ешқандай да қысып, сығып солай жасамаймын. Жеңіл осылай көтеріп жаңа құрамы әбден араласқанға дейін, тұзы сіңгенге дейін, соғанға дейін араластырамын да, осылай кастрөлге салып, осылай қолыммен бастырамын. Одан кейінгі қалай жасайтынымды көрсетемін. Мынау менің кешегі жасаған капустам. Бүгін 1 сутка өтті. Енді бұл капустаны оқтаумен жерлер кесу керек болады. Ой, бір қолмен қалай удобны болады екен. Араластырмаймыз, далаға шығармаймыз. 2 суткада үйдің ішінде тұру керек. Осылай тесік қоямыз. Мына уже тесіктерде күшті жиналады. Ашу керек, үйде осылай ол. Так. Түбіне дейін тесіліп жатыр. Иісі уже кішкене келе жатыр, ашқан капустаның исіне. Күшті осылай ашу керек бұлар өздері. Вот, ауа барады астына, мынандай ақырап ашып кетпеу үшін. Осылай. Көрейік, мына жерде де тесіп көрейік. Так. Осы жететін сияқты, бісміллә. Кішкене өзгеріс бар, бірақ сондай неткенде емес. Әлі енді 1 сутка тұрған кезде кішкене ашырған дәм шығады. В общем, 2,5-3 сутка тұру керек осылай. Ыстық емес, кішкене қоңыр салқын жерде. Бізде қоңыр салқын жеріміз тура балконның алды. Бұл жерден кішкене салқын келеді. Содан кейін барып
балконға шығарып тастауға болады, немесе шағын ыдыстарға салып морозильникке қатыра салуға болады. Менің практикамда солай күтемін бұны, солай ұстаймын.